Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында осындай кереметтей өте жұмсақ болып шығатын күлше нандар дайындайтын боламыз. Әр үйде нан көп болсын, дастарханымызда нан үзілмесін. Қажетті заттардың мөлшерін төменде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды және жылы сүтімізді құямыз. Ерітілген сары майымызды да саламыз. Бір ас қасық ашытқы салып, кішкене араластырамыз. Шамамен 3 ас қасықтай қант саламыз және 1 ас қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып тастамаймыз, аз-аздан қоса отырып қамыр илейміз. Сіздер көрсетілген мөлшерден аз немесе көптеу қосуларыңыз мүмкін, себебі ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр иленіп шығу керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осылай жұмсақ болады. Нанымыздың қамырын илеп дайындап алғаннан кейін бетін осылай пленкамен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Шамамен 1,5-2 сағат өткеннен кейін қамырымыз осылай керемет болып көтеріліп тұрады. Енді осылай бір илеп жіберіп, таразының көмегімен 100 граммнан бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымызды қолымызбен осылай дөңгелек формаға келтіреміз және формамызға араларын ашықтау етіп саламыз. Бетін пленкамен жауып, шамамен тағы 15 минутқа кішкене көтерілгенше қалдырамыз. 15 минут уақыт өткеннен кейін қамырымыз осылай кішкене көтеріледі. Енді қамырымыздың ортасын баса отырып, нанның формасын келтіреміз. Нанымыздың ортасы көтеріліп кетпеу үшін шанышқының көмегімен осылай бір-бір басып шығамыз. Бір жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт қосып, нанымыздың беттеріне осылай жағып шығамыз. Әсемдік үшін нандарымыздың беттеріне қара күріш пен ақ күрішті араластырып себеміз. Алдын ала 190-200 градуста қызған пеште нанымызды 20 минуттай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің нанымыз қып-қызыл әдемі болып шықты. Біздің күлше нандарымыз осымен дайын. Қараңыздар, қандай жұмсақ әдемі болып шықты. Менде бұл жерде 13 күлше нан шықты. Егер бұл аз десеңіздер, көрсетілген мөлшерді 2-ге көбейтіп жасасаңыздар болады. Сіздер де дайындап көріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің видеом сіздерге пайдалы болса қуаныштымын. Арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.